Сәлем достар, бүгін сіздер менен осындай творогтан өте дәмді пирог дайындайтын боламыз. Ең алдыменен ұнымызды осындай електен өткеріп аламыз. Пирогымызға қайғырылым зат кеткенінің бәрін толық рецептте грамдарменен бірге описание бөлімінде жазып қалдырамын. Міндетті түрде қараңыздар және де заттарымызды өлшеп салуды ұмытпаймыз. Және де осындай разрыхитель және де тұзымызды салып, қантымызды салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Бізге сармайды осындай қырғыштан өткеруіміз керек. Сармайыңыз мұздай болса, қырғыштан өту оңай болады. Немесе осындай ұнға былғап тұрып, қырғыштан өткеріп аламыз. Сонымен біз сармайды барлық ингредиенттерді араластырып, қолымызбенен үгітіп, орысша айтқанда крошки халіне келтіріп алуымыз керек. Бұл жерде мән беруіңіз керек болған нәрсе, бұл тестамыз крошки халіне келтіру керек, қамыр халіне келіп қалмасын. Егер ол қамыр болып кететін болса, сіздің пирогыңыз көтерілмей, я болмаса жұмсақ болмай қалуы мүмкін. Осылай формамызға салып алып, қасық немесе қолымыздың көмегіменен теңдей қылып шайып шығамыз. Және де крошкидің барлығын пайдаланып жібермейміз. Осындай азғантай бөлегін алып қоямыз. Ол біздің начинканың үстінен салуға керек. Начинкасына осындай творог және де қаймақ 1-2 қасық. Одан кейін жұмыртқамызды салып, қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бірін-біріне кәдімгідей бірігіп кетуі керек. Енді крошкидің үстінен осылай начинкасын салып аламыз. Шыны керек, бұл начинка өте дәмді, жеңіл және де пирогымыздың бір өзгеше дәмін келтіріп тұрады. Осындай крошки менен творог өте дәмді болып үйлеседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Духовкада 180 градуста 30-40 минутта пісіп шығады. Аз мөлшердегі крошкемізді осылай бетінен сеуіп шығамыз. Өздеріңіздің қалауыңызша осының үстінен мейіз жаңғақтарды сепсеңіздер де болады. Мінекей пирогымыз дайын, өте дәмді пирог болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл үй жағдайында үйіміздегі бар заттардан жасауға өте оңай пирог. Сол үшін міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео пайдалы болса, маған лайк және де подписка болуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде подписация болып қоямыз, себебі мен күніге жаңа рецепттермен бөлісемін. Комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар.